Иә, Тараз қаласынан боламын. 1986 жылғымын. Жалғыз басты анамын. Жолдасым 2 жыл бұрын ауырып дүние салған. Иә. Сонымен қазір мен жұмыссызбын қазір. Сонымен сол айналыссам ба деген мен уже бір 6 ай ма сондай болған еттім. Сосын саяхатқа тастадым сіздерге, сосын сіздер маған шықтыңыздар. Мен жазылдым. Сонымен ойнап кеттім сразу. Декабрь бастап қатыстым сабаққа. Сонымен 2,5 аптада уже оттым ғой центрді. Умничка. Суммасы қандай? 1,880,000 теңге. Пайдасы? Таза пайдасы енді примерно бір 500,000 теңге, 600,000 теңге болу керек. Есептеп бердім. Өзінде қуанып прям мамама, әпкелеріме, әніме бәріне айтып шықтым ғой звондап. Олар да молодец деп қуанып жатыр олар да. Молодец, умничка. Пара беріп ұтқан шығарсыз, может, мен оқырмандарым жақсы көреді, көрермендерім. Ой, бұл кісі берген жоқ. Вообще даже. Мен өзім ұтам ба, ұтпайым ба деп жүргенмін ғой негізі. И бүгін ашып қалсам, жаңағы кегел салып, ашып қалсам, прям пенкі тұрды, менің аты жөнім тұр, прям жүрегім жанып кетеді болады, қуанғанымнан. Сразу әпкелеріме, мамама, сіздерге де жаздым ғой, мен ұтыптым деп, бәріне жаңағы жіберіп жатырмын да, бәріне қуаныпшы. Бәрі қуанып жатыр да енді, мен үшін молодец деп. Молодец, умничка, мөлдір. Ал тендерді парасыз, таңсыз ұтқан қалай екен? Айтыңыз, қандай сезімде болып тұрсыз? Өте оңай даже. Оқыдым, білдім, әлі де неғып жатырмын ғой енді. Оқып жатырмын ғой енді әлі де. Енді 2,5 аптада мынандай результат жасап жатырмын енді. Умничка. Ал тапқан табысыңызды не істейсіз? 600,000 теңге бұл енді бір адамның жалақысы емес, бақандай бір 7-6 адамның бір айлық жалақысы шығар. Сонда сіздің ұтқан уақытыңыз бір күн 24 сағатта 600,000 теңге тапқан қалай екен таза пайданы? Өте керемет. Ол ақшамен не істейсіз? Ары қарай тендерге сала берем енді. Пока бүйтіп несеп кетпегенше ше. Мөлдір, мен сізге бір кеңес айтып кетейін. Менің бір шәкіртім Гүлжахан апай, жаңа ғана сол кісімен сөйлестім, WhatsApp-қа маған фотографияларын салып жатыр. 56 жасында алғашқы рет шетелге шығыпты. Тендерден тапқан пайдасынан. Сіз енді тендерді ұтасыз, пайдасын көресіз, бірақ өзіңізге міндетті түрде бір сыйлық жасаңыз. Оны қайтадан айналымға барлық ақшаны салмай, балаңызға, өзіңізге, отбасыңызға деген сияқты қажетті бір нәрсені, сіздің бір кішігірім болса да арманыңызды орындайтындай бір нәрсе алыңыз. Сондықтан да не істеу керек? Әрекет жасау керек. Әрекет жасап жатырмын, аха. Рахмет сіздерге. Умничка. Сабақ қалай? Түсінікті ма барлығы? Бәрі 100%-ға күшті, прям досконально айтқансыз бәрін. Жасап жатырмын. Өте керемет. Группаңыз қалай? Жақсы кісілер бәрі. Кураторыңыз қалай? Өте керемет. Тамаша прям. Талғат мырза ғой. Талғат мырзаға айтсам, бәрін прям айтып береді да, ол кісідеш бүйтіп айтқысы келмеймін, ондай жоқ та айтып береді бәрін, өз істейсіздер бәрін айтып береді. Үлкен рахмет.
алғысым шексіз сізге. Молодец. Ал енді Мөлдір, қорқыныш болды ма сізге? Қорқыныш болды. Қалай жеңдіңіз? Енді тәуекел дедім енді. Тәуекел деп бастап көрейін деп сөйтіп істедім. Молодец. Молодец. Енді ойланып, толғанып жүрген адамдарға тендерден тек қана парамен ұта аламын, болмаса таныс керек, сондай кісілерге не деп айта аласыз? Бәрі әділ, ешқандай қорықпау керек, әрекет жасау керек. Енді сіз айтпақшы, алдыға қарай жүре беру керек та. Молодец. Оқыңыздар, қатысыңыздар. Естілмей қалды, не дейсіз? Оқыңыздар, отыңыздар, қатысыңыздар деймін да. Керемет, жақсы. Мөлдір, товарыңызды жеткізген кезде видео салсаңыз керемет болар еді. Товарыңызды өткізген кезде, ақшаңызды алған кезде видео сообщениемен жіберсеңіз, вот күшті болады. Жақсы ма? Құдай қаласа обязательно салып жіберемін сіздерге. Рахмет, қайырлы түн, сізге де рахмет. Осындай сабақты оқып, әрекет жасап жатқаныңызға рахмет. Нәтижеңіз үшін рахмет. Мен үшін әр шәкірттің нәтижеге жеткені өте маңызды. Сондықтан да мен тендерді өзім ұтқандай қуанам. Иә, әрине. Айтасыз ғой онда, сабақта айтып тұрасыз ғой постоянно. Рахмет. Рахмет. Сізден жағымды жаңалық күтем, видео күтем. Құдай қаласа. Қайырлы түн, әрекетке берекет. Қайырлы түн. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыз.